Ассалаумағалейкум достар. Жаңа ғана Азат Мақсұмның жекпе-жегі аяқталды. Иә, сәтсіз. Өкінішке қарай біздің спортшы жеңіліске ұшырады. Әдеттегідей, қандай да нәтиже болмасын, қорытындылап көрейік, жекпе-жек қалай аяқталды, не болды, не көрдік деген сияқты. Бастамас бұрын мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің әлеуметтік желілеріме де шақырамын. Дәл осы видеоның астында сілтеме қалдырамын. Инстаграм, Телеграм парақшаларыма, ол жақта да әсіресе Телеграмда ММА жайлы жиірек жазып тұрамын. Егер де жазылмасаңыздар, менің YouTube арнамада жазылып отырыңыздар. Төрешілердің шешімі бір ауыздан Азат Мақсым жеңіліске ұшырады. Өкінішке қарай раунд бойынша саралап көруге болатын шығар. Бірінші раунд Азат Мақсым сөзсіз алды, бірақ бір төреші бізде Рапосоға берді. Енді бірінші раундта Рапосоға не үшін беруге болады, мен шыны керек түсінбеймін. Жарайды, бірінші раунд бізде былайша айтқанда 2-1 деген есеппен аяқталды. Азат тейкдаун, Азат қарсыласты жерге құлатып ұстамаса да торға тіреп ұстады, сосын тіземен бір өте жақсы соққы болды. Бірақ бірінші раундтың өзінде ақ мынадай нәрселер сезілді. Грэпплингтің жетіспеушілігі, яғни торға тіреп ұстағанымен, тейкдаун жасағанымен қарсыласты жерге құлатып ұстап ары қарай бір зақым келтіретін ештеңе жасаған жоқ. Қалай дегенмен, раунд сөзсіз Азаттікі, бірақ бір төрешінің қорытындысын түсіну қиын, шыны керек. Екінші раундқа келетін болсақ, екінші раундта Рапосо сөзсіз жақсы жұмыс атқарып шықты, және екінші раундта шынымен де Рапосоға беруге болады деп ойлаймын. Азат сәл кешірек қосылғанда, бір жарым минут қалғанда тейкдаун жасады, бірақ тейкдаунның түпкі мақсаты ол жай ғана лақтырып бір ұпай алу емес қой. Тейкдаунның түпкі мақсаты сен құлатқаннан кейін қарсыласың жерде ұстап, мыжып, граунд энд паундтың астына алып, зақым келтіріп, бір қылқындыру, ауырту әдістеріне шығып жатсаң, сол кезде төрешілер бағалайды. Құр тейкдаунның негізінен қазір былайша айтқанда бір төрешілердің көзінде қатты бағаланбайды. Амплитудный көтеріп алып, кеудеден асырып лақтырған, ол әдемі, бірақ түптің түбінде ол ешқандай бір қиын жағдай туғызбаса, ондай тейкдаунның құны 5 тиын, шыны керек. Бұл факт. Екінші раундта Рапосо, сол біз айтпақшы, мен жекпе-жекті болжап көргенде айтқан болатынмын. Рапосо не істейді? Рапосо бізді таңғалдыратын ештеңе жасаған жоқ. Вау дейтіндей. Бұрынғы Рапосо бұған дейінгі екі жекпе-жегінде, UFC-ге дейінгі жекпе-жектерін қарасаңыздар, дәл солай қарсыласына қарсы жүреді, сол лақтыратыны бір, сосын келіп оверхенд. Болды. Аяқ жоқ, тізе жоқ, күрес жоқ. Міне осыған таңғаласың, яғни Рапосо біз қандай болады деп күттік, дәл сондай Рапосоны біз жекпе-жек барысында көрдік. Бізді таңғалдырып отырғаны кішкене Азаттың бір шарасыздығы болды, шынымды айтайын. Екінші раунд сөзсіз кетті дедік. Үшінші раунд кішкене дау тудыруы мүмкін. Азат бірден бас салды, бірден тейкдаун болды, слэм болды, көтеріп алып жерге бір соқты. Бірақ тағы да бұл андай бір прагматик күрес емес. Азаттың орындауында бар тейкдаун, қаншама күш салып жасайды, бірақ оның жалғасы жоқ та, міне осы жерге келіп тірелеміз. Және де шыны керек, жекпе-жек барысында негізінен Рапосо өзі бір қарапайым, өте бір тактикалық тұрғыдан қарапайым, бір интеллектуалдық тұрғыдан, IQ жағынан айтатын болсақ та, бір сондай бір керемет ештеңе жасаған жоқ. Бірақ Рапосоның іс-қимылдарында біз тактика көрдік та, әйтеуір бір жоспар, бір жекпе-жекке бір жоспармен шыққан екен. Азаттың іс-қимылдарында шыны керек жоспар көрінген жоқ. Жоспар енді күрес болу керек деп пайымдап отырмын, бірақ күрестің ары қарай бір тамаша өрбігенін көрген жоқпыз, өкінішке қарай. Әсіресе міне қайта енді амалсыздан ол амплитуда жасай алады, қарсыласты көтеріп алып соға алады, бірақ оның жалғасын жасай алмайды. Сондықтан бұл жерде кішкене нақты бір түсінікті жоспар болмаған сияқты, қай позицияларда, қай сәттерде біз қалай қимылдаймыз деген сияқты. Және бұл раунд ең бір даулы шығар, өйткені Азат тейкдаун жасады, бірақ ұстап тұра алмады. Және көрдіңіздер ме, осындай сәттерде төрешілер нені жақсырақ бағалайтын бірден байқауға болады. Енді былай қарасаң, жекпе-жектің үшінші раундты айтып отырмын, үшінші раундтың басын Азат алғандай. Екінші бөлігін Рапосо алғандай, Рапосо не істеді? Көбірек соққы тигізді, Азат не істеді? Көбірек күресті. Сонда төрешілер соққыны жақсы бағалап отыр, бірақ бұл жерде айтуға болады, айналайын, енді күресу оңай емес қой. Соққыға қарағанда, күресу дегеніміз ол қаншама күш саласың, ол әдісті дайындап барасың. Соққы ол бір мезеттік, бір секундтық қана шабуыл.
күресті жоспарлауым керек, жасауым керек, көбірек күш салынады деген сияқты. Бірақ төрешілер міне соққыға көп ден беріп отыр. Бұл жерде Азат кішкене өзінің бір боксына сенбеген сияқты болып көрінді. Жоғарыда бұған дейін болжам барысында да айттық, енді бұл тәп-тәуір қолмен негізінен соққы жасай алатын адам. Тайсон Лэмге қарсы қалай тәп-тәуір төбелесті, оған дейін Брейвті бір соққымен нокауттар көрдік. Қайда соның барлығы? Сол өткір соққылар қайда? Өкінішке қарай болған жоқ. Енді әрі қарай бір дәл осы ойымды өрбітетін болсам, жекпе-жек бойынша тағы қандай моменттер бар? Адам салмақ жасамады деген кезде бірден аңғаруға болады. Демек, бір жерден қазірдің өзінде жекпе-жек басталмай жатып, қисық кетті, ауытқып жатыр. Яғни сбой дейді ғой, сбой бар. Бір жерде бірдеңе дұрыс кеткен жоқ. Демек, жекпе-жекке де бұл әсер етеді деген сөз. Негізінен сіздер мынаны түсіну керексіздер, салмақ жасау бұл профессионализмнің нышаны, профессионализмнің белгісі. Демек, осы тұста бір қателік кетті деген сөз. Ал егер бұндай деңгейде сәл де болса профессионализм сезілсе, бұл минус. Және де минус демекші, минус бір ұпай бар үшінші раундта. Торды ұстады, және ол жай ғана ұстаған жоқ қой торды. Торды ұстап, тартылып барып, соның арқасында позиция алды. Бұл сөзсіз минус ұпай. Бірақ енді жалпы қорытынды бойынша төрешілердің карточкаларын алып қарайтын болсақ, бұл минус бір ұпай негізінен жекпе-жек барысына әсер еткен жоқ. Өйткені бірінші раунд сәл де болса басымдылық Азатқа кетті. Төрешілердің карточкаларын менің ойымша бұл жерде күмән болмау керек, барылда беру керек. Бірақ жалпы раунд бойынша бізде 2-1 шығып отыр. Енді ойлап қарасаңыздар, Рапосо бұл алатын қарсылас. Азаттың бір әлеуеті жетіп тұр ондай жігітке, шыны керек. Енді Тагирмен, Тайсон Лэммен андай тәп-тәуір төбелескенде, Чарльз Джонсонды нокдаунға жіберіп қылқындырып тастауға жақын қалған адам мынадай адаммен төбелесе алмағанына мен сене алмаймын. Бірақ факт ретінде мойындау керек. Сондай нәтиже бұл ненің белгісі? Бұл деградацияның белгісі кәдімгідей. Және де бір соған мен қайрадан соған алып келіп жатырмын, бұл жекпе-жек басталмай жатып бір жерде бірдеңе қисық кетті деген сөз. Дайындық па, физдайындық па, диетология ма, салмақ дұрыс жасалмады ма, бұл нышан. Мен әрине команданың ішінде емеспін, бірақ сыртқы факторлардан қазір шамамен бұған қандай факторлар себеп болғанын түсініп отырмын. Сіздер де өздеріңіз тұспалдап көріңіздер. Менің ойымша қатты бір маңызды рөл атқарған дәл осы салмақ жасамау. Өйткені бұған дейінгі Азаттың қарсыластарын алатын болсақ, Рапосо шыны керек олардан деңгейі төмен, және Рапосоның шеберлігі арсеналы да тар. Арсеналы сол бір-екі ауыр соққыға келіп тіреледі, және өте бір қарапайым алдын қол құлаштай ұрған оверхендпен болды. Біз Рапосоның орындауында басқа ештеңе көрген жоқпыз. Бірақ бұл жігіт өз жоспарына берік болды. Қалай дегенмен нәтиже осы. Рапосоның жеңісіне күмән келтірмейміз. Енді Азаттың болашағы жайлы айтатын болсақ, қатарынан 3 жеңіліс UFC-де. Тагирге қарсы жекпе-жектен кейін UFC кішкене қарыздар болып қалды деп айттық Азаттың алдында, бірақ қазір қарызын UFC өтеді. Айналайын, бізге Бакуда көмектестің, Тагирге қарсы шығып бердің, тамаша жекпе-жек, құтқарып қалдың. Міне біз саған қазір ыңғайлы қарсылас берейік, өзің сияқты 2 жекпе-жек қатарынан ұтылып келе жатыр. Міне осыған сенің точно шамаң келеді. Ұтып ал да UFC-дің ростерінде қала бер деді. Қазір мен жамандап отырғаным емес, бірақ факт ретінде мойындайық. Салмақ жасаған жоқ, ұтуға болатын қарсыласына ұта алмады. Контракт аяқталды. Сондықтан енді Азатты UFC-де көруімізге күмәнім бар. Егер алдағы осы жыл соңына дейін бір турнирге шұғыл арада шығып кетіп жатпаса, бірақ тағы да салмаққа келіп тіреледі. Шұғыл арада қазір 4 ай бойы дайындалып салмақ жасамаған кезде шұғыл арада шығып біреуге қарсы, мысалы Қатардағы турнирде 1 айдан кейін салмақ жасай ала ма деген сияқты. Сондай бір күмән пайда болады. Сондықтан шынымен де Азат осымен UFC-дегі жолын аяқтаған шығар. Жаста 30-ға келіп қалды. Сондықтан қалай дегенмен UFC-де болған, UFC-де өнер көрсеткен деген атағы бар. Бұл атақпен де қазір әлемдік басқа бір лигаларда, тіпті басқа форматтарда бағын көруге болады. Бірақ осымен Азаттың UFC-дегі мансабын қорытындылай беруге болатын шығар. Тағы да айтайын, менің ойымша Азат толықтай өз потенциалын көрсетпей кеткен адам.
Өйткені бұған дейінгі UFC-дегі үш қарсыласын алатын болсақ, Рапоса олардың қасында шыны керек, иә, деңгейі төмен. Бұл факт. Бұл таза бір көрсеткіш жетістіктерін алып қарасаңыздар да бұны аңғаруға болады. Бірақ ММА-дің мынадай бір қасиеті бар, бір ерекшелігі бар. Бұл дәл қазір деп сипаттауға болатын шығар. Дәл қазір, дәл осы сәтте сен қандай күйдесің? Міне профессионализм осыған келіп тіреледі. Спортшы, бапкер, қасындағы басқа мамандар, мысалы Азат жайлы айтып отыратын болсақ, Азатты дәл сол сәтке Азаттың өзімен бірге қоса, әрине. Тек қана оның жетектеп жүре бермейді ғой, ол өзі де оларға қарсы қадам жасау керек деген сияқты. Дәл осы сәтте, осы жекпе-жек болатын сәтке максималды өзінің бір сұмдық бабын алып келу керек. ММА-де сол ғана шешеді. Оның деңгейі мысалы жоғары болуы мүмкін, бірақ дәл осы күні оның дайындығы кішкене дұрыстау болмауы мүмкін да, ол ұтылып кетеді. Ондай факторлар, ондай жекпе-жектер UFC-де өте көп, тіпті чемпиондық белбеуден айырылған мысалдар да көп. Бұлай атлет ретінде деңгейі жоғары, бірақ дәл осы сәтте, дәл осы күні ол одан төмен болып тұр. Менің ойымша Азатта міне осындай бір фактор болды. Өкінішке қарай бұл UFC-мен соңғы жекпе-жегіне де келіп қалды. Дәл осы сәтте, дәл осы күні, дәл осы жекпе-жек барысында Азат Мақсұм тым болмағанда Тагир Уламбековке қарсы жекпе-жектегідей бабында болғанда, сондай күйде болғанда, бұл жекпе-жек менің ойымша басқаша өрбір еді. Қазір ақтап отырған жоқ. Егер ММА-ді тұрақты түрде қарайтын болсаңыздар, өздеріңіз де түсінесіздер, бұл жерде енді шынымен де кейде бір сәт, кейде бақ шешіп жатады. Сондықтан өкінішке қарай Азаттың UFC-де бағы жанбады. Бірақ басқа бір лигаларда алдағы уақытта көреміз, әрине, бұған күмән жоқ. 30 жас карьерасын аяқтайтын сәт емес. Алдағы уақытта кім біледі, тағы бір айналып UFC-ге де жетіп қалатын шығар. Жалпы қорытынды осы. Сіздер де келіп комментарийде жекпе-жектен алған әсерлеріңізді жаза отырыңыздар. Жалпы өздеріңіз қалай бағаладыңыздар және Азаттың болашағы қандай болмақ?